Сіз дүниядағы ең әйемгі кітаплар қай жерде пайда болғанын білесіз бе? Ең әйемгі жазба кітаплар 5000 жылдан артық алдын Месопотамия аймағында пайда болған. Олар лай тақтайшаларға арнаулы қалемменен жазылған еді. Бұл жазулар инсаният тарихындағы бірінші кітаплар есептелінеді. Кейін болса әйемгі Мысыр папирусынан кітаплар даярлау басланды. Папирус бетлері оралып бірінші кітап формасында сақланар еді. Бұл кітаплар сол дәуір мәдениеті һәм білімлерін әулетларға жеткерген. Арамызға шекемгі 2-ші әсірде Рим һәм Грецияда пергаментлерден таярланған кодекслер пайда болды. Олар бүгінгі кітаплардың тек арғы көрінісіне жақын еді. Бетлері тігіліп, мұқабаға біріктірілген. Ең әйемгі баспа кітаплардан бірі 868 жылда Қытайда баспадан шығарылған. Алмаз сутра. Ол ағаш блоклардан басылған һәм буддизм тіліндегі текст болып табылады. Бірақ хақиқи революция 15-ші әсірде 1445 жылда германиялық Йоганн Гутенберг тарапынан кітап басу технологиясы ойлап табылуы жүз берді. Металл шрифтлерден басыланып, кітапларды көп нұсқада тез һәм арзан баспадан шығару мүмкіншілігі пайда болды. Сіз бұл мағлұматларды алдын естігенсіз бе? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың.